Кейде бір сүрініп кеткен кездерім болды. 8 жыл бұрын, 7 жыл бұрын сол Зәкен қайтқан кездерде менде болды. Оны мен жасырмаймын да, оны интернеттің бәрінде осы күнге дейін ілініп тұр ғой сол уақытта, кезеңде. Қай жағдайда айтып отырсыз қазір? Пиво ішіп тұрғаным мен. Ол концертте сахнада мен пиво ішіп тұрған жоқпын ол жерде. Концерттен кейін түнгі сағат, таңғы сағат 5-тің кезінде балықты, Атыраудың балығын жеп пиво ішіп тұрған кезім. Жігіттер әлгі ұрынғың келсе өзің ұрын деп барып, апай сәлеметсіз бе деген, суларың бар ма деп едім. Маған басқа бір нәрселерді қояйын деді, аш жағын. Бірақ мен айттым, жеңілірен пивоңды қойшы дедім. Сол пиво ішіп тұрып, сол скрытный камерамды түсіріп алған ғой. Қазір бәрі түсіргіш болып кетті, қалай қарайсыз соған? Соны енді осы күнге дейін бүкіл әлемге жайып ютубқа іліп қойған, енді оны мен ала алмаймын. Оны салған адам ғана ала алады екен. Енді бір жағынан қарап отырсаң, арыз жазуға болады. жалғыз ол мен туралы ғана емес қой. Әлемдің ең атақты адамдарының өзінің бәрін сөйтіп салып тастаған ютубқа. Енді оған бір жағынан енді намыс қайда деп өзің ойлайсың. Сол салған адам енді қазақ қой, басқа ұлт емес. Соны не бетімен салды екен енді соны. Сөйтсем, неге өйтеді депсем, олар ақша табады екен ғой кәдімгідей. Мысалы, боп салап. Сондайдан оған ақша түседі екен, ал керек болса. Сонымен қазір далаға шықпайтын болдым. Ресторанға бармайтын болдым. Пиво ішпейтін болдым. Бір жағынан, бұл тәрбие бір жағынан. Көрдің бе, Мақпалды біз тәрбиелеп қойдық. Баяғыда кішкене пиво ішуші еді, қазір. Ішімдікке қалайсыз мәке сіз? Ішімдікке жоқпын. Мен өзі ішіп те жарытпаймын. Бір Зәкеңдер кеткен кезде бір қайғыдан, кейде анда-санда бір өмірден түңіліп кеткен кездерімде алғаным рас аузыма. Ол кезде қызым тіптен кіші болатын. Қазір қыз ес білгеннен бері мен қойып кеткен ондай нәрсенің бәрін.